Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте дәмді, өте жұмсақ творожный булочканың рецептімен бөліскім келіп отыр. Іске кіріспес бұрын каналымды дамытуға үлес қосып, комментарий жазып, видеоларыма лайк басып, видеоларымды соңына дейін қарап жүрген подписчиктеріме рахметімді айтқым келеді. Ал сонымен бастайық. Ең алдымен ыстық сүтімізді ыдысымызға құямыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Және де жақсылап ерігенше араластырамыз. Қамырды қолмен илесеңіздер де болады. Маған миксермен илеу ыңғайлы болғасын, миксермен илеймін. Қолмен илесеңіздер де дәл осы ингредиенттер кетеді ғой. Содан кейін бөлме температурасында жылып тұрған сары майымызды саламыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Және де ванильді қантымызбен дрожжымызды саламыз да тағы да араластырамыз. Булочкаңыз воздушный, пышный болып шығу үшін ұнды алдын ала електен өткізіп алғандарыңыз үшін. Жақсылап араласқаннан кейін ұнды салып, мен миксермен илейтін болғасын ұнның бәрін салып жібердім. Ал қолмен илеген кезде жайлап 2 бөлікке, 3 бөлікке бөліп саласыз ғой ұнды. Міне осылай қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетпен жауып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілуге. Ол қамырымыз көтерілгенше біз начинкасын дайындаймыз. Бізге начинкасіне творог керек болады, қант және де жұмыртқа керек болады. Ең алдымен творог пен қантты жақсылап араластырып аламыз вилкамен. Оның үстіне бір жұмыртқа мен бір жұмыртқаның ағын саламыз. Ал жұмыртқаның сарысын ол бетіне жағуға пайдаланамыз. Вилкамен шамалап араластырып аламыз да венчикпен езетін боламыз. Егер сізде творог ұсақ болса, онда венчикпен араластырмай та қоюыңызға болады. Менікі қолдың творогы болғасын, кішкене жаңағы түйіршік болып тұр. Сондықтан венчикпен езіп алам бір келкі қылып. Міне начинкамыз дайын болды. Бұл уақытта уже қамырымызда көтеріліп дайын тұр екен. Астына ұн шашып, жұқалап, оқтаумен жайып аламыз. Қамыр өте жұмсақ, бірақ қолға қатты жабыса қоймайды. Сондықтан ұнды мықты көп пайдаланудың қажеті жоқ. Міне осылай жайып аламыз. Қамырымызды бір тегіс қылып жайып алғаннан кейін ортасына начинкасын жағамыз. Начинканы жаққан кезде қамырдың шеттеріне 1-2-3 сантиметрдей жеткізбей жағып шығамыз. Барынша начинканы бір тегіс жағуға тырысыңыз, себебі ораған кезде бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетсе, онда булочкамызде әдемі шықпай қалады. Міне осылай жағып шығамыз. Мен негізі бұл булочканы бірінші рет жасап тұрғандықтан, булочкам кішкене ораған кезде қалыңда болды да, және көтерілуге қойған кезде ол вообще жаңағы объемный болып шықты. Егер булочка әдемі, кішкене шағындау болып шықсын десеңіз, онда қамырды жаңағы екі жанына қарай жайып, жаған кезде барынша жіңішке болып шыққаны жақсы, себебі көтерілетіні бар оның. Көтерілуге қойғанда бір көтеріледі, одан кейін пісем дегенше тағы көтеріледі. Сонымен булочкаңыз менікі сияқты үлкен болсын демесеңіз, сонда қамырыңызды екі жанына қарай ұзартып, орағанда жіңішке болып тұратын қылып жаюыңыз керек қой қамырды. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Көз мөлшермен жаңағы пышақпен бөліктерге бөліп шығамыз. Пышақты батырмай, одан кейін жіппен осылай кесіп шығамыз. Мен бірінші пышақпен кесіп көріп едім, формасы кетіп қалды. Негізі жіппен кескен дұрыс екен. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығып жатыр. Просто менікі піскен кезде слишком үлкен болып кеткен сияқты. Негізі жіңішке қылып, орап, шағын қылып кесіп алсаңыз, булочка әдемі шығады. Міне осылай барлығын кесіп аламыз да. Манағы есіңізде ме, начинкаға салған бір жұмыртқа мен бір жұмыртқаның ағын салдық қой, соның сарысын бетіне кішкене бір ас қасық сүт қосып жағып шығамыз бетіне.
міне бірінші көтерілуге қойып аласыз, одан кейін барып бетіне жаңағы смазкасын жағамыз. Жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосамыз. Жаққан кезде бір тегіс қылып жақсаңыз, піскенде әдемі болып шығады. Міне осылай 180 градуста 20-25 минут пісті булочкам. Міне достар, булочкамыз де дайын болды. Жасалуы қатты қиын емес, қарапайым. Және де өте жұмсақ. Балаларыңызға бір рет жасап берсеңіз, каждый раз сұрайтын болады. Оған сенімдімін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де жасап жатсаңыздар, пікірлеріңізбен комментарийда бөлісіп отырыңыздар. Каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып жатқан, маған тіркеліп жатқан жаңа подписчиктеріме көп рахметімді айтам. Еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып жүргендеріңізге көп рахмет. Сіздер үшін тағы да тырысып, жақсы рецепттер түсіретін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.